Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün bitiru gerek biz mına kitapta. 21-ci qagida hamza sukundu bolup aldınғы harf hareketli bolsa, hamza sol harekettin talabınдағы harfke qalb qılınıp қолданылады дейді. Ол не дегенің? Мысалы, роsun, лүнүн, бирүн сияқты бұлар әсінде роsun, лүмүн, бирүн болған дейді. Сондай-ақ әмәна, умина, иман сияқты бұлар әсінде әмәна, умина, иманын болған. Яғни айтып отыр. Мысалы, роsun деген сөз алайық. Роsun деген сөз не? Тілім кішкені ойылып кеткен, сосын тістен сөйлеп жатырмын деп. Хамза сүкінді дұрыс па? Алды фәтхақты. Хамза сүкінді алды фәтхақты болса не болады? Хамзамыз әлифке ауысып кетеді. Роsun деп. Хамза сүкінді алды дамақты. Хамза неге ауысады? Вау ауысып кетеді. Рүмін. Хамза сүкінді алды кәсірақты. Хамза неге ауысады? Ейге ауысады. Бейрім болып кетеді. Яғни фәтханың талабы не? Фәтха әлифті талап етеді ғой. Сосын хамзамыз әлифке ауысады. Дамма вауды талап етеді. Сосын вау ауысады. Кәсіра ейді талап етеді. Сосын хамзамыз ейге ауысады. Бейрім. Міне осы сөздің мағынасы. Хамза сүкінді болса дейді. Хамза сүкінді болып дейді. Роsun дегенде хамза сүкінді ғой. Алдыңғы харп харекетті болса, алдыңғы харп харекетті. Фәтха немесе дамма немесе кәсіра. Онда не болады? Хамза сол харекеттің талабындағы харпке, яғни фәтханың талабы әліп, дамманың талабы вау, кәсіраның талабы ей. Харпке қалып қылынады, яғни қалып қылынады дегеннің мағынасы өзгереді деген сөз. Сол сияқты әмәна дегенде де хамза сүкінді алды фәтхақты әліпке ауысады, әмәна болады. Хамза сүкінді алды дамақты вау ауысады, умина болады. Хамза сүкінді алды кәсірақты ейге ауысады, иманын болады. Жақсы, бұл қағида оңай екен, е? 22-ші қағида хамза харекетті болып, алдында сүкінді еді ғой. Енді хамза харекетті болып, алдыңғы харп те харекетті болса, хамза сол күйінде қалады дейді. Оңай екен, е? Хамза харекетті болып, алды харекетті болса, хамза өзгермейді. Мысалы, сәәлә дегенде хамза харекетті, алды харекетті, хамза өзгермейді. Ләума, хамза харекетті, алды харекетті, хамза өзгермейді. Рауфа, хамза харекетті, алды харекетті, хамза өзгермейді. Бүкірінде сондай. Мустахзиуна, суила, суима, мустахзиина. 23-ші қағида дейді. Хамза харекетті болып, алдыңғы харп кәсірақты, немесе дамақты болса, хамза сол харекеттің талабындағы харфке қалып қылынады. Ми раджуна сияқты бұл әсілінде ми раджуна еді. Не дейді? Мұна қағида қарап қалсаң, мұна қағидаға қарама қайшы ғой? Не үшін қарама қайшы? Неқті айтты ғой? Хамза харекетті болып, алдың харпте харекетті болса, хамза өзгермейді деп еді ғой. Ал мына жерде хамза харекетті болып дейді. Алдың харп кәсіра немесе дамалы болса, яғни харекет кәсіра мен дамма деген. Хамза сол харекеттің талабындағы харпке өзгереді дейді. Не деген қарама қайшы қағида? Мысалы, хамза харекетті ми-ара-жөн дегенде, хамза харекетті болып, алды кәсіралы немесе дамалы болса, сол кәсіраның талабы не? Ей ғой. Даманың талабы вау. Сол кәсіраның талабына ми-ра-жөн деп, немесе даманың талабына, нәжере дама болса, му-ра-жөн деп өзгеретін дейді. Бұл қағида, менің ойымша, на қағидаға қарамағайшы. Өйткені қараймыз. Сәәлә, рауфа, мустахзиуна. Қараңыз, мустахзиуна дегенде. Хамза харекетті ona жерде, мустахзиуна дегенде, алды кәсіралы дұрыс па? Ана жерде хамза не істеген? Өзгермеген, сол күйінде қалған. Сол күйінде қалған, мустахзиуна. Өйткені хамза харекетті алды харекетті болса өзгермейді деді. Ал хамза харекетті болып, алдың харп кәсіралы болса, дамалы болса өзгереді дейді. Ана жерде хамза харекетті ми-ара-жөн дегенде. Алды кәсірақты не істеді? Өзгеріп кетті. Бұл не сұмдық? Десек, оның жауабы не? Оның жауабында мынандай. Араб тілінде кейбір кезде солай болады.
бір қағида бір сөздерге жүреді, бір сөздерге жүрмейді. Бір сөздерге бір қағида жүреді, бір сөздерге екінші қағида жүреді екен. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. 24-ші қағида. Хамза харекетті болып, алдыңғы харп сүкінді болса, хамзаның харекеті тағдирге қойылады. Сөйтіп екі сүкін жамық болып қалғандықтан хамза харп қазып қылынады. Содан кейін тағдирдегі харекет алдыңғы харпке беріледі дейді. Не деген ұзақ қағида? Ол кәдімгідей роман болып кетті. Қағида деген қысқа болады деп ойлап жүрсем, мынандай ұзақ қағидада болады екен. Яро мәсәләтүн мәләкүн сияқты бұлар әсілінде яро аю мәсәләтүн мәләкүн етін дейді. Жазып түсіндірейін. Мысалы, яр аю етін әсілінде, яфғалу бабында ғой, асыл әріптері ро, хамза, яй. Яфғалу бабында яр аю деген сөз, ян сору деген сияқты. Енді не болып жатыр? Не деп айтып жатыр? Хамза харекетті болса дейді. Яр аю дегенде хамза харекетті ғой. Сөйтіп алдыңғы әріп сүкінді болса дейді. Алдыңғы әріп сүкінді болса дейді. Онда не істейміз дейді? Хамзаның харекетін тағдырге қоямыз дейді. Мына жерге тағдырге қоймастан бұрын тағы бір мәселені шешіп алайық. Яй даммақты, алды фатхақты яйды не істейміз? Әліпке ауыстырамыз. Яро болды. Енді қағидамызды айтайық. Айтады, хамза харекетті болса дейді. Алды сүкінді болса дейді. Онда дейді, хамзаның харекетін тағдырге қоямыз дейді. Тағдыр деген не ол? Рухтар әлемі. Хамзаның харекетін істейміз, рухтар әлеміне жібереміз. Яғни хамзаны сүкін қыламыз. Фатқасы қайда кетті? Фатқасы тағдырде тұр, яғни ойда тұр. Рухтар әлемінде, мына жерде хамза тұр, барзах әлемінде. Енді не істейміз енді? Екі сүкін қатар келіп қалды ғой. Екі сүкін қатар келіп қалғандықтан, міне, мына жерге жазып қойып, екі сүкін қатар келіп қалды, яр аю деп не істейміз? Бір сүкіндіні түсіреміз. Араб тілінде екі сүкін қалды емейді ғой. Сөйтіп не шықты? Яр аю шықты. Енді яр аю болып тұрған кезде, бағана рухтар әлеміндегі фатқа бар еді ғой, тағдырге қойған, ойға қойған. Сол фатқаны аламыз да, мына жерге бере саламыз. Яро болды. Түсінікті ғой қағида. Мына айтып жатыр. Хамза харекетті болып дейді. Яр аю деп. Хамза харекетті болып, яр аю деп. Алдыңғы харп сүкінді болса дейді. Алдыңғысы не болса, сүкінді болса, яр аю деп. Не істейміз? Хамзаның харекеті тағдырге қойылады. Мынаның харекетін не істейміз? Рухтар әлеміне жібереміз. Яр аю шықты. Сөйтіп, екі сүкін жамық болғандықтан, яғни қатар келген деген сөз, жамық деген қазақша аударылмайды бұл кітапта. Не істейміз? Хамза қазып қылынады. Екеуі қатар келіп қалғандықтан екі сүкін. Хамзаны түсіріп тастаймыз. Содан кейін тағдырдегі харекет алдыңғы харпке беріледі. Тағдырдегі харекет бар еді ғой, рухтар әлеміндегі. Сол әлемдегі рухтар әлемінен шақырамыз. Сөйтіп, кәдімгі біздің әлемге келеді, мына жерге тұра алады. Яро болады. Мәсәләтүн мәләкүн деген сөздер әсілінде мәсәләтүн мәләкүн болған. Мәсәләтүн істеп көрейік. Мәсәләтүн қалай болған екен? Мәсәләтүн. Ал істеп көрейік. Мәсәләтүн. Не істедік? Хамза харекетті алды сүкінді. Не істейміз? Хамзаның харекетін рухтар әлеміне жібереміз. Сөйтіп, мәсәләтүн болады. Араб тілінде екі сүкін қатар келмейді, сол үшін не істейміз? Мына хамзаны рухтар әлеміне жібереміз. Сөйтіп, мәсәләтүн болды. Сосын барып, бағана рухтар әлеміне кетіп қалған хамзаның фатқасы бар еді ғой. Сол фатқаны тағдырден синге бере саламыз. Сөйтіп, мәсәләтүн болады. Опаңа екен, Мына жерге бір нәрсе түсіндіріп қойыпты. Яро әсілінде яр аю болған. Яй харекетті алдады фатхақты, яйды әліпке қалып қыламыз. Яйды не істейміз? Әліп қыламыз. Яр болды.
Хамза харекетті алды сүкінді хамзақтың харекетін тағдырге қоямыз. Хамза харекетті алды сүкінді хамзаның тағдырге қоямыз. Сөйтіп, ер ә болды. Екі сүкін жамық болды, қатар келді деген мағына. Мынау сүкін мен мынау сүкін қатар келді. Хамзақты хазып қыламыз. Хазып қыламыз деген түсіреміз деген мағынаны білдіреді. Бұл кітапта бірақ қазақша сөздердің орнына арабша сөздерді қолдану не болып табылады? Жақсы бір әдет болып табылады. Сөйтіп, мынау нені түсіреміз. Оның тағдырдегі, яғни ойдағы деген мағынаны білдіреді. Тағдыр деген харекетін роға береміз. Сөйтіп, яро болады. Мынаны роға береміз. Сарыпталуы. Яро көрді бірер, яро яғни көреді екер, яроуна көреді көбелер. Таро көреді ол бірер, таро яғни көреді ек бол еке, яроуна көреді олар көп әйелдер. Таро көресін сен бірі, таро яғни көресін екер, тароуна көресіндер көбелер, тароуна көресін сен бір әйел, таро яғни көресін сен екер, тароуна көресіндер сендер көп әйелдер. Аро көремін мен, наро көреміз біз. Көрсек көреміз. Яроның мадия ро'a дейді. Ро'a әсілінде ро'ая болған. Фәғала вәзіні ғой. Еғіләрі мен сарыпталу романың еғіләрі мен сарыпталу сияқты дейді. Романы қалай сарыптасаң, солай сарыптап шығасың дейді. Ро'a ярa'ның әмір айтып шығайын бұны, ро'аның сарыпталуын. Ерінбей. Қызық болсын. Ро'a көрді, ол бір ер деген сөз. Ро'a, ро'ая, ро'ау, ро'ат, ро'ата, ро'айна, ро'айта, ро'айтыма, ро'айтым, ро'айти, ро'айтыма, ро'айтымна, ро'айту, ро'айна болады. Ро'a, ер-адан әмір хәдір алу дейді. Әмір хәдірі ро. Ро'a, яро, әмір хәдірі ро келеді дейді. Сарыпталу. Не үшін әмір хәдірі ро болып кетті оның? Өйткені әмірді біз неден аламыз? Мұхотабақ сиғасының, мұхотаптың алты сиғасын аламыз ғой, алтауынан аламыз ғой. Тародан әмір аламыз, не істейміз? Соңыны әрпін түсіріп тастаймыз. Өйткені соңын әріп илат әріп. Илат әріп болса түсіреміз. Мұдарих әрпін түсіреміз. Сонда не шықты бізде? Ро қалды. Ро, көр, сен бірер. Мына жерде де тура сондай. Тын алып тастаймыз, нұнды алып тастаймыз. Роя, көріндер сендер екерлер. Роу, көріндер сендер көберлер. Рой, көр сен бір әйел. Роя, көр сен екі әйел. Ройна, көріндер сендер көп әйелдер болады. Ой, бұл мына жер жазып қойыпты. Ро, роя, роу, рой, роя, ройна. Мұхотабақ сиғасы, мұфорат сиғасында уақып қылынса, соңына қосылады, сөйтіп болады. Уақып деген тоқтаса деген сөз. Яғни сөз соңында келсе, ро деп сөздің соңында бір сөзбен, бір әріппен тоқтау деген ол масқара болып табылады, мәкрух болып табылады, дұрыс емес іс болып табылады, бір әріппен тоқтау. Сол үшін де сөздің соңында бір әріппен тоқтауға болмайды, ро деп. Не істейміз? Тоқтаған кезде береміз. Ро, көр деген мағынаны білдіреді. Бітейін деп қалдық кітап, соңына тайып келеді. Мәхмузул фә бес бапта келеді. Яғни фә тұсы алғашқы әрпі хамза болатын сөздер бес бапта келеді екен. Фәәлі ефғилу, фәәлі ефғулу, фәәлі ефғалу, фәәлі ефғалу, фәәлі ефғулу бабында. Бұны жаттаудың қажеті жоқ. Мәхмузул айн үш бапта келеді. Яғни ортасындағы әрпі хамза болатын сөз үш бапта келеді екен. Фәәлі ефғалу, фәәлі ефғалу, фәәлі ефғулу бабында. Міне ро'a деген ортасы хамза ғой. Иса деген ортасы хамза. Ләума деген ортасы хамза. Жазғыру, үмітізу, көру деген мағыналар білдіреді. Мәхмузул ләм төрт бапта келеді. Мен қуанып тұрмын бар ғой, бітіп атқан мына кітаптың. Өзім как будто бітіп атқан сияқты. Фәәлі ефғала, фәәлі ефғалу, фәәлі ефғилу, фәәлі ефғулу баптарында келеді. Мысалы, сәбә десе соңы хамзалы. Соди десе мәхмузул ләм болып тұр, соңы хамзалы деген сөз. Хәни десе соңы хамзалы, жару десе соңы хамзалы. Ондай мағыналарды білдіреді. Тарам! Муалифтің соңғы сөзі әлхамдулилла. Мына кітапты біттік па, бітпедік па?
وقد وقع الفراغ من تأليفه سنة 1311 على يد العبد الفقير إلى عون ربه القدير عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن عمر الحاج طرخاني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dedi. Elhamdülillah, müellifke Allah'tan razı olsun. Müelliftin, yani осы kitapты құрастырушының соңғы сөзі екен. Kitaptың жазылуы құдіретті Раббысының жәрдеміне мұқтаж құл Абдурахман ибн Исмаил ибн Умар әл-Хажтурханидың қолында 1311 жылы бітті дейді. Біздің соңғы сөзіміз бүкіл мақты әлемдердің Раббысы Аллахқа тән деу. Оның ең қайырлы пендесі Мұхаммед вә оның үй іші вә оның сахабаларының баршасы салауат вә сәлемдер болсын. Хижри 1311 жылы бітіпті. Сәнәх деген жыл, қазақша. Жақсы. Әлхамдулилlah, Аллах Тағала сізге разы болсын. Маған да Аллах Тағала разы болсын. Мына кітапты әлхамдулилlah тәмамдадық Аллах Тағаланың қалауымен. Ақыретте және тек қана ақыретте бізге бұны пайдалы таразымызға сауаптардың түсуін нәсіп етсін, үзілмейтін сауаптардан етсін иншаллах.